Бәріне сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ресторандағы пиццаның оригинал рецептісімен бөлісетін боламын. Пиццаның қамыры өте жұмсақ және жұқа болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ұнымызға жылыдай сүт қосамыз, жылы су қоссаңыздар да болады. 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық қантымызды және 1 ас қасық аштығымызды қосып, қасықтың көмегімен араластырамыз. Грамдарын видеоның астына жазып қоятын боламын. Кішкене араластырып болғаннан кейін бетіне сұйық май қосамыз. Одан кейін эластичный қамыр елейміз. Яғни кішкене қаттырақ болуы мүмкін. Ол аштығы болғаннан кейін кішкене көтеріледі, сондықтан уайымдамаңыздар. Енді қамырымызды елеп болғаннан кейін мен бірден 2-ге бөлдім. Одан кейін бетіне сұйық май құйып, жан-жағына жағып 40 минутқа тынуға қойдым. 40 минуттан кейін көтеріледі. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай жұмсақ қамыр болады. Енді осыны қолдың көмегімен жайып, жұп-жұқа жаямыз. Шет-шеттерін саусақтардың көмегімен шет-шеттерін басып шығамыз. Одан кейін мен кетчуптың орнына осындай аштырақ сетевиле қосамын, кішкене кетчуп араластырып. Егер де сіздерде ондай жоқ болса, кетчуп пен майонез араластырып жасасаңыздар болады. Оның бетіне ірімшік шұжықтарымызды салып, қызып тұрған 360 градуста алдын ала қыздырып қойған пешімізге 5-7 минут қана пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Маған жазылып, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.